Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен қатырлы қаттама нан жасауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен жылы суға тұзды салып, жақсылап араластырып езіп аламыз. Осы суымызды ұнның үстіне бір ағынан құямыз, оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Керек заттарды және мөлшерін описанияда толық жазып кетемін. Қамырларыңыз қолға жабыспайтын жұмсақ болып иленеді. Иленген қамырды 10-15 минутқа тындырып, тағы да бір басып қоясыздар. Сонда қамырларыңыз жылтырап әдемі болып шығады. Бір басып қойған қамырды тағы да 10 минуттай тындырасыздар. Одан кейін сол қамырларыңызды екіге бөлесіздер. Бөлген екі бөлікті жұқа қылып жаясыздар. Жұқалап жайған қамырдың бетіне ерітілген сары майды жағып шығасыздар. Одан кейін сол майларыңыз 10-15 минуттай сіңіп кебуі керек. Дәл осылай екінші қамырмен де қайталайсыздар. Екі қамырдың бетіндегі май әбден сіңіп кепкеннен кейін бірінің бетіне бірін қабаттастырасыздар. Екі қамырды бір-біріне қабаттап алғаннан кейін оқтауға орайсыздар. Орағаннан кейін дәл ортасынан, ұзынынан пышақпен кесіп аласыздар. Және ұзынынан 3 бөлікке бөлесіздер. Дәл видеода көрсетілгендей. Содан кейін әр бөлікті екі жағынан орап, дәл ортасына алып келіп, ортасынан кесесіздер. Осылайша сіздерде 6 қаттаманың наны шығады. Енді әр бөлікті қатпарын ажыратып алмай, жұқалап жаясыздар. Барлық қаттамаларды жайып болғаннан кейін қызып тұрған табаға 2 қасық сары май немесе 2 қасық сұйық май құйып, қаттамаңыздың екі жағы қызарғанша пісіріп аласыздар. Орташа отта табаның бетін жауып пісірасыздар. Сары майға пісқан қаттаманың кішкене жұмсағырақ болады, ал сұйық майға пісірген қаттаманың қытырлақ болып шығады. Қаттамамыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.